Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін пиццаның қамырын жасауды үйренеміз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне толық жазып кетемін. Арнама шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін жазылып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 ас қасық сұйық май және де 5 грамм ашытқы саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды алып, басқа бөлек ыдысқа салып бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Қамырымыз 20-30 минутта ашып қалады. Осы құрамнан 2 пиццаның қамыры шығады. Біздің қамырымыз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.